видео бастамастан бұрын сіздерге менің YouTube каналым Улан ТВ каналы, соның ВК-дағы ресми парақшасына тіркелуді ұсынамын. Бұл енді жаңа 1-2 күн бұрын ашылған не. Осыған қолдап тіркеліп кетейік. Видео қашан шығатыны, тағы не сондай қызықты посттар шығады. Сондай міне түрлі пост, арттар, шапкалар, ава сондайлар шығып тұрады. Сондықтан тіркеліп кетіңіздер. Сілтемесі төменде болады достар. Асығыңыздар. Ал біз видеоға кеттік. Go! Барлықтарыңа сәлем достар, сендермен бірге мен Улан. Бүгін мен сіздермен бірге Майнкрафт ойнауымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Және де біз кеттік. Күте тұрыңыздар қазір достар, 1 секунд. Достар, жалғастырамыз. Қазір міне біз бүгін достар, бүгінгі бөлімде егін шаруашылығымен айналысатын боламыз. Сырт жақта қойлар мен сиырлардың дауысы естіліп жатыр. Және де бізде мини ресурс пакына жылдық. Міне сундуктар. Білмеймін, басқасына қоя алмадым ресурс пакты. Енді жаңа жылдық ресурс пак табуға тырысамын сіздер үшін. Қазір біз бірінші ұйықтап алайық. Күте тұрыңыздар. Спать только можно. Оған дейін достар, біз сіздерге бір жаңалық айтып қояйын. Және сіздерге шағымды комментарийға жазбай қойларыңызды өтінемін. Бұл мен достар өзім ойнап жүрген кезде алдында екінші бөлімде шахтаға түсіп редстоун қазып өліп қалған жерден мен новый алмаз тауып алдым достар. Новый де емес енді. Новый дегенде. Алмазды новый дегенде ауыздан шығып кетті, ол не сөз емес. Міне достар, қазір көрсетемін. Ешқандай ойлап қалмаңыздар, ешқандай да геймод емес ол достар. Міне 6 алмаз, тура 6 алмаз. Осыны құртпайын, сіздерге көрсетейін деп не қылдым сол. Қазір жалғастырамыз, бірінші ұйықтап алайық біз. Попугаймен үстіме қонып жатыр. Міне жатыр достар. Айтпақшы, мен попугайымды әкеп алдым. Қалай болса емес, енді әкеп алдым әйтеуір. Джунглиден ерінбей барып оған әкелдім. Что-то менің өртен отыр ма? Жоқ. Достар, сол бүгін немен айналысамыз, егін шаруашылығымен. Достар, ол үшін біз бірінші мотыга жасауымыз керек. Сосын барып жасай береміз қалғандарын. Достар, енді бүгін егін екпестен бұрын біз ең басты мотыга жасап аламыз. Қазір күте тұрыңыздар. Қажетті ингредиенттер алайын. Достар, біз железодан жасайық. Барлық затымыз железодан болсын. Ол ағаштарды алайық, палка. Достар, қазір күте тұрыңдар. Палка. Вот палка. Енді железный мотыга. Қане? Міне. Сосын достар, бізге көп деген завор керек. Завор. Бізде завор жоқ екен. Бар ма? Мынандай завор болады екен. Қанша завор болды? Бізде 20 завор болды достар. Өкінішке орай қазір бізге көбі керек екен. 2 еуро салмас екен. Бұл достар ағашта біткен шығар. Айттым ғой. Бұл деді достар, жетіп қалар. Қазір көтедіңдер. Автоматически алып қойын, әйтпесе бүкіл мобта кіріп кетеді екен неге. Бағана кіріп жарып кетті, мен видео бастамасам. Мынау не десеңіздер, бұл достар шыршаның орнына. Мынау бір белгісі әйтеуір. Күрекпен барып алып келдім. Как дела, достар? Как дела? Тура осылардың жанына қоямын достар. Өйткені бізде қаржы жетпейді бөлек жасауға. Қаржы жететін болса мен бірге бөлек жасай беретін едім. 30 тал жетпейтін шығар бізге. Сондықтан
мен қазір өзім семейный жинай аламын, ондай істер үшін 1 секунд қой, білесіздер оны. Мен болса құртып жинап жүремін, уақытымды құртып. Мен сіздер үшін ғой бәрі. Мыналар кедергі жасап жатыр, кешіріңіздер оған. Және артта дауыстар шығып жатса оған ренжімеңіздер. Әркімнің үйінде ондай болып тұрады деген айтамын. Сондықтан так что ренжімеңіздер, достар. Енді егіннің заборы 2 түрлі десеңіздер оған бәрібір маған сіздерге ұнамауы мүмкін. Ол болса кешіріңіздер. Өтіп кеткен жоқпын ба? Жоқ, өтіп кетпеппін әлі. Бұл достар, бір жерін сындырып маған не жасау керек? Ашып жауатын. Осы жерін сындырамыз, қазір үйден алып келейік, бар болса егер. Айтпақшы мен достар, алдына железаға не жинап, не дана? Короче, броня жасап алдым. Оған қайғырмаңыздар. Менде мотыга бар екен ғой, достар, блин. Айтпайсыздар ма? Не үшін кіріп едім? Забор үшін екен ғой. Көбінесе ұмытып қала беремін не үшін кіргенімді. Палка қайда, палка? Ойбай, бізде палка да жасай алмаймыз. Бізде өткен палка бар екен ғой. Забор. Блок. Мен жасай алатын едім ғой. Оған 4 палка керек қой, блин, достар. Блоктардан забор жоқ енді. Бізге ағаш керек, срочно ағаш керек. Біздерде ағаш жоқ па? Достар, қазір 1-2 табылсын ағаш жинап келейін. Біз ойым өткен, бұл менің шыршам, достар. Жаңа жылдық шыршам. Безендіре алмаймын да, бар бұл өкінішке орай. Попугайымыз қырып жатыр, не деп. Аттардың қайдан шығып жатқанын білмеймін, даусын. Бірақ керек емес бізге. Өрмекші жүр екен, суда жүзіп, шомылып. Жаңа жылға шомылып жатқан емес. Достар, сіздер Майнкрафтта қар жауып тұра, қар жауып жатыр. Четті білсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздерші. Маған керек ондай нелер. Атнет, ондай сол чет керек. Жаңа жылда қар жауып тұрады. Жаңа жылдың бір белгісі болып. Так что білсеңіздер жазып кетіңіздер. Менің шыршам. Осыдан мен ресурсқа қосқым ақ келген, бірақ қосылмады. Негіз скачать еткен 1-2 талым, 1-2 не ресурс бақ, бірақ істемеді. Оған ренжімеңіздер енді. Келесі бөлімді табуға тырысам. Бізге мынау керек. Болды. 1 тал жетеді, достар. Біз видео түсіріп, бір күн егін егіп болғаннан кейін күн батып кетті. Так что тез-тез болайық. Мынау ма? Көп болды міне, достар. Енді ішін тазалайық. Және қанша блок екенін санайық, достар. Су деген 4 блокқа ғана бара алады. Қазір 1, мынаумен санайық. 1, 2. Блин, достар, санамай ақ қойғыш. Мен санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, достар. Ал енді бұлай қанша екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға 10 екен, бір блок қосу керек жоқ. Так что жайды. Бірінші достар ұйықтап, сосын жалғастырамыз. Кірсейші үйге. Қорқып тұрсын. Зомбидің дауысы шығып жатыр, достар. Что-то мен көзім лагать етіп отыр ма? Мына телефон әйтеуір. Попугай тағы қолымда, не, достар. Попугайым жүр екен деп отыр. Зомбилар өртеніп. Айтпақшы, бір айтарым, зомбилардың ресурс пактағы зомбиларға істеген басына дұрыстап қараңыздар, және қараңыздар.
басынан жаңа жылдық не бар, бас киім. Сол жақсы екен. Қазір достар, білеймін, маған ведро керек қой, ведрок деп блок қойшы. Тез істейік. Кішкене видео ұзақ болып кетті, достар. Ренжімейсіздер деген ойдамын. Екі шелек апарасыз ма екен? Екі шелек аласыз дейсіз. Алсаң өткенде біз бесконечный стойникті бірден жасай саламыз. Кезектестіріп әкеп отырмаймыз. Вообще-то не, ана жақта ғой. Мына жерде достар крипер жарып кетті, оны ренжімеңіздер. Блин, азық қалған кезде бәрі қырсығынан кетеді ғой. Тез. Тоқташы. Достар, қазір күте тұрыңыздаршы. Ана бір жерге барып алайын, сол кезде кездесеміз. Достар, міне келдік, сразу екі шелекпен су алып алайық. Кеп дегенде біз сразу үйдің қасына бесконечный источник воды жасап аламыз. Ол бізге қатты керек. Мінекей енді алып алдық дейсіз, үйге барайық. Бол. Жаңбыр жауып кетті, достар. Достар, тез кір. Үйдің алдына жасайықшы. Өйткені ұзаққа барып жүргім келмейді менің. Міне, бір ведро кетті. Енді соған қарама-қарсы бағытта екінші ведроны құятын боламыз. Болды, не достар. Бесконечный болды, бесконечный. Екіншісімен алайық. Әйтпесе тағы жетпей қалып қазір. Тура ортасында жоқ міне мына жерде. Ойбай, найза ойнап кетті ғой что-то. Менің попугайым қорқып отыр. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жерден біз біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жерден кесеміз бе? Кішкене бүйтіп кетейік. Қарнымды ашып кетіпті. Что-то достар бір су жететін сияқты ғой. Мен бір су жетеді екен. Тек тағы мына жеріне бүйтіп. Достар, мен күрегім бар еді ғой, неге мен киркамен жер қазып жатыр. Нағыз нұп болдық. Жер қазатын. Вот это. Достар, енді жетеді деген ойдам. Бір су ғана жетті. Тағы бесконечный источник жасай саламыз, достар, бұдан. Бесконечный ме? Ой, достар, бесконечный болмай қалды. Бесконечный болмасын бізге тек не керек? Әрине, мотыгымен тез егін жинау керек. Егінді бітіріп тастау керек. Что-то тоңып баратырмын мына жаңбырдан. Қатты тоңғанда да қатты тоңып баратырмын. Железный броням болса да. Железный броня ондай әсер жүріп жатқан жоқ маған. Қайта ауыр салмақ қойып жатыр. Енді сиырлар шын өмірдегі емес, бұл Майнкрафттағы сиырлар. Бұлар кәдімгі жай ғана болмақан сиырлар. Тек берсең ғана жейтін. Ал шын өмірде сиырдың қасына егін ек қойсаң, шарбағын сындырып бұзып, егінінің бытшын таптап, бытшын жарып кетеді. Так что Майнкрафт күштірек. Ал енді бізге сұрақ. Ура, 4 семена бар екен. Әзірше 4 семена егеміз. Ойық. Бұл 4 семена бітті. Сонымен, достар, бітті. Достар, қазір күте тұрыңыздар, жаңбыр таңғасын кездесетін боламыз. Міне, достар, кеп талада еғылды. Жаңбыр тынды. Енді біз мынандай шөптерден егін жинайтын боламыз. Не деген Майнкрафт оңай, не? Қараңыз, шын өмірде шөптерді жинап жүрсең ешқандай егін болмайды. Бидай болмайды одан. Ал Майнкрафт болса шөптерден бидай не аласың. Не деген оңай. Шын өмірде де Майнкрафтта жақсы жері возрождение бар. Ал шын өмірде ешқандай возрождение жоқ. Бірақ өмір тек бір ақ рет қана болады. Өкінішкі. Ай. Бір семена түскен жоқ әлі, достар. Қазір күте тұрыңыздар, достар.
1 секунд. Достар, енді бүгінгі видеоны лайк басып каналға тіркеліп кеттіңіздер. Міне бүгін достар түрлі түсті шарбақпен егін ектік. Сиырлар видеоға түсесіңдер ма? Міне достар, видео түсіп жатыр. Міне бүгінге осы видеоны лайк басып каналға тіркеліп кеттіңіздер. Қош сау болыңдар достар. Келесі бөлім 7 лайктан кейін шығады. Және достар, басқа қандай ойын ойнайын жазып кетіңіздер. Күнде комментарий жазатын бір 2-3 бала. Колкин деген канал, The Oscar, сол каналдар қана жазады. Қор видео көріп қана кете бермей, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Всем пока.